Елдегі жарияланған төтенше жағдайға байланысты әр сала қызметкерлері қашықтықтан жұмыс жасауда. Исатай аудандық мәдениет бөлімі қызметкерлері отбасының ортасында шығармашылықтарын шыңдауда. Нарындағы талантты отбасылардың бірі Аққыстаулық Мажитовтер жанұясы. Бала кезден музыкалық аспаптарда шебер ойнаған отағасы Кенжемұрат Мажитов Жалын мәдениет үйінде қызмет етеді, ал жолдасы Қамажай Зайнова да өнерден құралақан емес. Сахнадағы жұмыс уақытша тоқтады, бірақ өнерпаздар көрерменінен ажыраған емес. Оған интернеттің игілігі себеп. Елмен бірге үйде отырған кейіпкерлеріміз бұл сәтті де тиімді пайдаланудамыз дейді. Балалардың да іші пыспас үшін қосымша оқу бағдарламаларын онлайн қосып отыр. Біздер балаларымызды кітап оқумен қатар өздерінің шығармашылық бағыттарын дамытуға қарай жұмыс жасаудамыз. Олар интернет арқылы түрлі онлайн сабақтарды көріп, жаңағы вокалдық жағынан және түрлі инструменттерде ойнау жағынан дәрістер алуда. Және біз таңертеңгілік өзіміздің күнімізді түрлі жаттығу жасаудан бастаймыз, оны отбасымызбен бірге жасаймыз. Біз бұл қиындықты да елмен бірге жеңеміз деп ойлаймыз. Алда қуанышты күндеріміз көп болсын, бәріміз бірге болайық дейміз. Өнерлі отбасы көрерменіне сәлем саған туған ел атты концертін ұсынды. Өнер иелері 40 минут бойы отанға құрмет, отбасына сүйіспеншілікті ұғындыратын шығармаларды орындады. Біз Мажитовтар отбасы өз үйлеріңізде отырып ақ ән тыңдауға шақырамыз. Шырқалар әніміз жүректеріңізді мейірімділік пен махаббатқа толтырсын. Аман болайық. Мажитовтер жанұялық ансамблі аудан халқына жақсы таныс. Балалардың үлкені Аяжан атана жолын таңдап би шатанған. Қыздары Данада талай байқауларда топ жарып жүр. Үйдің кішкентайлары Жанерке мен Нұртөре де ән айтып, аспапта ойнайды. Қымбат Дайырқызы, Ержан Шеруенов, Атырау телеарнасы, Исатай ауданынан.